Абай Кунанбаев – великий акын, мыслитель, философ, гуманист, композитор и переводчик. Сегодня, в год Абая, в нашей стране и в мире непревзойденный Абай и его уникальное творческое наследие на устах народа. Его книги – это золотая кладезь наших библиотек. Абая Кунанбаева отличали необыкновенный поэтический талант, ясный ум, гуманность, справедливость и любовь к своему народу. Для нас поэзия Абая, язык Абая, дух Абая – это дух времени, глас народа. Сегодня его голос слился с нашими голосами, получил новый импульс. В онлайн-конкурсе «Менің туған өлкем. Мой край родной» приняли участие 41 человек в возрасте от 6 до 70 лет. Это 5 взрослых и 36 школьников. Предоставлено свыше 50 видео с исполнением произведений известных казахстанских поэтов на казахском и русском языках. Өнер сүйер қауым бүгінгі мына қосшы мәдениет үйіне жиналғандар. Сол ұлы ақын Абайдың айтқан сөздерін естерінде сақтап жүрсе, мына отырған балалардан еш жаманшылық шықпайды деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі оқитын өлең жолдарыңыздың барлықтарыңыз жақсы оқып, үлкен өнер биігінен көріндіңіздер. Абайдың бұл өлең жырлары ғасырдан ғасыр асып, немерелеріміз, шөберелеріміз, шөпшектеріміз, немелеріміз, туа жаттарымыздың барлығының жадында қалу үшін мына біздер алтын көпір болып, өлеңдерін оқып насихаттап жүргеніміз абзал. Сондықтан бүгінгі тойға келген барлықтарыңызға құрмет, үлкен құрмет. Туған жер, сенесің бе сен маған, аспан ашықтауы биіктен далам, көкіректі бір алып күш келмейді, құшағында аштай кәне кел маған. Сенің тауын жасыл желік көктемін, төстейінде өсіп жүріп көктедім, асқар белін шалқар көлін әдемі, ашылмаған сырын әлі көп сенің, қараймында тамсанамын ойланам, кереметтің көп салады ой маған, сол кезде де ашылмаған сырымды, шумақтарға шумақ жалғап толғанам. Аша алмаспын мен сірәді сырымды, біле алмаспын 40 түрлі қырынды, әсемдегі табиғаттың ғажайып, саған арнап толғамаппын жырымды. Абай – это гениальный самородок, человек-загадка, человек эпохи. Аманбай жан болса, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол, адам боламын десеңіз. Тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, ермшек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпаным білсеңіз. Тала, терең, кен ой, қанағаттырақ ойлап қой, 5 асылыс көрсеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балақты қисаңыз. Болмасам да ұқсатпа бір ғалымды көрсеңіз. Произведения Абая мгновенно распространялись в народе. Творчество Абая явилось воплощением духовных, творческих сил казахского народа, его мудрости, свободолюбия и патриотизма. Қуандыков Али, қыз, ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқар мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсті суық, басқан жері сықалап келіп қалды. Демалысы үскірі аяз бен қар, қары қонан қыз келіп әлек сылды. Ұшпандай бір күн киген оқшырайтып, аязбенен қызарып ажаланды. Бұлтай қасы жауап, екі көзін басын сәліпсе, қар жауып мазамды алынды. Бірандай бір құсыр етіп домданғанда, алты қанат ақ орда үйшей қалды.
әуес көріп жүгірген жас балалар беті қол дым болып үсік шалды. 7 минуттан қабаттап келген бет қауырға шыдамай теріс айналды. Красной нитью через все творчество Абая проходит любовь к родине и своему народу, дружбе и единству, его будущему. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім тіл болудан қалса егер, жүрегімді суырып алыңдар. Болатбекқызы Аяру, бизнес академиядара мектеп-лицейінің 3 сынып оқушысы Ғафу Қайырбектің Сарыарқа жыры. Сарыарқа жерге қойған елдің аты, бір сөзде ата қазақ махаббаты. Болжаған болашағын сан ғасырға, даланың данышпаны дана қарты. Сап-сары сары алтынмен туысқандай, балынып маржан дәмге тұрысқандай. Жетеді көк жиекке, көзін талып, арада егінен бос қуыс қалмай. Тептегі жер алтынмен қапталғандай, сан ғасыр бұзылмастан сақталғандай. Дәл солай ұлыстықты ұлы халық, ұласып жатыр қолмен жиып алып. Көк нұра, тобыл, торғай, есіл, ертіс. Ойнайды күн нұрымен, күліп ағып, жарасқан күміс толқын алтын қырға, қол бұлғап алтын сабақ бидайменен. Шығарып жеді суға салады арқа. Жетесің бауырыңа, туысыңа, керемет тыныс қосып тынысыңа. Сонан соң түсіңде де шаттанасың, толасыз туған жердің ырысына. Абай писал: «Поэзия – властитель языка. Из камня чудо высекает гений. Теплеет сердце, если речь легка, и слух ласкает красота речений». Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде құрбылармен алысқам, анау жерде құрбыжанмен табысқам. Алба-жұлба ақша бұлтап жабысқан, тауларға не ұйықтап кеткен данышпан. Жолдар анау шұбатылып шаңы ұшқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Шабындықтар егістіктеп тоғайлап, төбелердің төбесінде көкайдап, ақсағымен араласып алыққа. Сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бөртінбайды шүйірткенің шырылы, жел құзғаған ақшелердің сыбыры, бәрі таныс кісі деген құлыны, ін аузында шаңқылдаған суы. Айналайын, ата бекен, ақмекен, қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен. Жан Қошқарбаев атындағы нөмірі 1 Қосшы орта мектебінің 5 Д сынып оқушысы Қайырбек Ағыбай. Мұқағали Мақатаев. 3 бақтым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтынна нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген, Құдай деген кім десе отан дедем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел тағы отан менен. Түтін түтет, өсірбі, көгере бер, немерелер көбейсін, шөберелер. Жадында ұста, жақсылық күтпегейсін. От емес, оқсырасын, егер менен. 3 бірдей бақытым бар, алақанда, мені бұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Назарларыңызға рахмет. Легендарными и известными на весь мир стали песни Абая. Көзімнің қарасы, айтым салем қаламқас.
сіздерге орындап беретін Төлеубай Төлемұрт. Мен номер 2-ші Қосшы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Оралбек Арайлым Асхатқызымын. Мен барша қазақ елін қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына шын жүректен құттықтаймын. Мен де осы ұлы бабаларының ізін жалғап келе жатқан орта буынның бірімін. Мен осы мерейтойға байланысты сіздерге Абай Құнанбаевтың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты өлеңін аударыңызға ұсынамын. Абай Құнанбаев «Жасымда ғылым бар деп ескермедім». Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасы көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілмен кестелмедім. Бұл махрұм қалмағына кім кінәлі, қолымды дөптермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жеттірмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шалт төскелердім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім. За годы независимости Казахстана произведения Абая, поэтов разных поколений, получили новое звучание в устах молодого поколения. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуіңде күйік екен, отанды сүйгеніңде күйік екен. Сіздеріңізге жалынды сәлем. Мен номер 2-ші Қосшы орта мектебі 5-ші сынып оқушысы Баймырза Ержан. Сіздерге арнап Фариза Оңғарсынованың «Туған жер» атты өлеңін айтып берем. О туған жер, кең пейір, құшағың кең. Саған көңіл бұлқынар құшағыңмен. Сағынышымды қанат қып, саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен. Алақан анамның топырағын, сендік махаббатымның оты жалын. Сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде тасты қастерлі аспандалау, сенде жанды тербетер дастан барау. Менің мына өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған ау. Кешірме сен, жат қылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам.
Мен ел кезіп кетермін отансыздай, үмітімді ақтауға жара алмасам. С большим вдохновением, проникновенно, полной любви к родному краю звучали стихи известных казахстанских поэтов в исполнении детей и взрослых. Смаилова Шахназ, ученица 8 Г класса Кащинской средней школы номер 1 имени Ракымжана Кошкарбаева. Родной язык. Родной язык, твоя земля, на нем говорят леса и поля, плавно на нем река говорит, гудок парохода в ответ ей вторит, на нем колыбельную мама поет, ребенок родную речь узнает, без языка не бывает родного, поздравляю с днем языка вас родного. Народы живут на планете большой, пусть все берегут язык свой родной, чтоб сохранить его для детей и говорить землею своей. Кайырбекова Акмаржан, ученица 8 А класса Кошинской средней школы номер 1 Ракымжана Кошкарбаева. Габдулла Тукай. Родной язык. Родной язык, святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен, целый мир в твоем богатстве и постиг. Качая колыбель, тебя мне песни открывала мать, а сказки бабушки я потом научился понимать. Родной язык, с тобой смело шел я вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. Родной язык, с тобой вдвоем я первый раз молил Творца. О Боже, мою мать прости, прости меня, прости отца. В адрес организаторов онлайн-конкурса поступили поздравления от воспитанников детских садов Алтындан и Еркимай. Мағжан Жұмабаев атамыздың көптеген өлеңдері болды. Бірақ оның ғасырларында ақты қара, қараны ақ деп, ол өзінің ғасырында өлеңінде солай келтірді. Мағжан Жұмабаев атамыздың өлеңдерінің көбісі зорлық-зомбылыққа айналған, өйткені оның заманы өте аянышты болды. Сол себептен Мағжан Жұмабаев атамыздың дүниеде жүрген кезінде, ғасырларда, сол замандарда өте аянышты кезеңдер болған. Үшін қазақ тілі өлеңін сіздерге арнаймын. Күш кеміді, айбынды, ту қуалады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады, ерікке ұмтылған ұшқыр жанды кісенде қан суыған, жүрек салған соғады. Қыран құстың қанаты қырылған, күндей күшті күркіреген ертінді, Асқар Алтай ана есте жоқ. Бүк батыр, қандар, ақын ұмтылды. Ерлік елдік, бірлік, қайрат, бақ ардың, жауыз тағдыр жайдың бәрін бардың. Алтын күннен бағасыз бәр бегі боп, нұрлы жұлдыз бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей жатсам да ұзақ кен тілім, таза терең, өткір, күшті кен тілім. Тұрылған жұдырық балалары бауыры, ақ қолын мен тарталарсың сен тілім. Смагулова Айзире, ученица 6 В класса Кущинской средней школы номер 1, родной язык. Родной язык ценить нам нужно, ведь мы беречь его должны. Учить язык давайте дружно, ведь это важно для страны. Пусть будет наша речь прекрасна, давайте грамотно писать, и мысли, и идеи ясно всегда друг другу выражать. 18 сентября было проведено совместное заключительное мероприятие по итогам проведения онлайн-конкурса «Менің туған өлкем. Мой край родной», организованное Кашинской библиотекой при поддержке дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата города Нур-Султан и участии Кашинского клуба. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, номері 2 Қосшы орта мектебінің 6 Л сынып оқушысы Амантаева Аслай. Мен сіздерге Мұқағали Мақатаев атамыздың Қарасаз өлеңін айтатын болам. Мен бақыттымын, бақытты жерде туылдым. Айналайын Қарасаз, қасиетіңнен суыңнан. Сенің әрбір бұлағың, менің әрбір қан тамырым емес пе? Қасиетті тұрағым,
қасиетімнен суыңнан. Көктемде үйрек ұшып қазғынып, қараушы едім тырналарға мәз болып. Жыр қыстап, туылмас ем сірә мен, жаралмасаң өзің қара саз болып. Сонау жатқан жасыл тауды көлденең, алғаш рет ес білгенде көргенен. Асқар таудың әр жағында ел бар деп, әжем айтса, әй сәбилік сенбеген. Қара сазым, айтылмаған сезімең, мен іздеген бақыттың сен өзімең. Сенің ғажап табиғатыңды кімге айтам, кім құмартса өзі келсін көзімен. Итоги онлайн-конкурса подведены 15 сентября. Лауреаты конкурса награждены дипломами, сертификатами, учителя-наставники благодарственными письмами, участники поощрительными дипломами, председатель жюри Смаилова Шулпан Калихановна, руководитель научно-исследовательского отдела дирекции по охране памятников. Айбеков ана тілі. Мейлі шарлап, теңіз өттім, тау бастым, мейлі көктің ақ бұлтына жармастым, сонда дағы сен қалмассың көкейден, сонда дағы сен ұмыта алмаспын. Бар қазақтың орман көлі, өзені, тау қиясы, жалпақ, жазық кезені, сайрап, сөйлеп жатқан жоқ па қазақша, қалай тозар сендік асыл сөзенді. Сен демес пе, солардың бара жары, орман үні, бұлағының таза әні, гүл бәйшешек, көк орайдың жұпары, жақсы қысы, жомарт көктем, жаз айы. Ана тілім, күшім менің қуатым, жырым сендік, жүрегімнен туатын. Таусарма, ырысыңды, қорыңды, тізелесіп, қатар жазса мың ақын. И вот Хамидьяр, буквально 12 числа поступило его стихотворение, я передала учителю, и он за один день подготовил, выучил его стихотворение «Ана тілім» нашего местного поэта. И оно ничуть не хуже других. Я думаю, что если мы поддержим земляки молодого поэта, если вот такие вот дети, молодежь будут читать их, что если они будут знать эти произведения, да, о родном крае вообще, тогда у нас будет высокая одухотворенность. Мы будем совсем, как сказать, на высоте, на уровне. У каждого будет сильный дух, да? И поэтому вот тебе большое спасибо. Ағали Мақатаев, туған жер, не сыйлайды, не береді мына күн, не де болса тірі болсам көрерімін. Желедегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрсақ екен мелімдеман мен деман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, ал ырысым ұланғайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар жақұтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытты бола қойман сірәда, туған елім болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей ақ суалармын сөнермін. Туған елім тұғырында болса екен, әрі қарай көрермін. Қасым Аманжолов, туған жер. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. Уа дариға, алтын бесік туған жер, құдіретіңді келсем білмей кеше көр. Жат алмас ем топырағыңда тебіренбей, ақын болмай, тасың болсаң мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сен өлсең, бұл дүниеде арманым жоқ дер едім. Мен де өзіңдей байтақ едім, кең едім, қызығыңды көріп еркін келемін. Сен даямай бердің маған барыңды, мен даямай барым саған беремін. Болдым ғашық, туған дала мен саған, алыс жүрсем, арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем, мен рахаттың төрінде,
алтын діңге өзім туған босағам. Мы сильны духовным наследием великих предков. Благодарим за внимание.